Саламатсыздар ма? Мен Шымкент қаласы номер 79-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 4-А сынып оқушысы Алпамыс Әділет, жоба жетекшісі Мұсалиба Гүлзат Пірәліқызы. Ғылыми жобаның тақырыбы ұялы телефонның сырлары. Мақсаты түрлі ақпараттың деректерге сүйене отырып, адам баласына зияны мен пайдасы анықтау және зерттеу. Ұялы телефонның адам баласының соңғы жарты ғасырда жеткен жетістіктерінің бірі. Басқа ешбір өнер табыс дәл бұлай бізге қатты әсер ете алмайды және бұдан тез тарамайды. Қалта телефонның қазір зор маңызға ие болып үлгереді. Қазір оны еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін ұстайды. Бар шара бір тетікті басу арқылы шешіледі. Мысалы, біреулер балдарына қақтап біліп жүру үшін береді. Телефондық ең алғашқы сөйлесу ол 1973 жылы 3 сәуір күні Маратова компаниясының қызметкері Мартин Купер бір лаборатория зерттеу бөлімінің бастығы Джо Ангел арасында болды. Қазір заманауи ұялы телефондардың автокөліктің ішіндегі радио телефон түрткі болды. Құрылғының ауыруына қарамастан оларға сұраныс күнге өсіп отырды. Компанияның инженері әрі өнертапқышы Мартин Купер адам баласының ұялы телефонды өзімен алып жүру идеясын жүзеге асыра бастады. Ұялы телефондар мынадай түрлерге бөлінеді. Мысалы, смарт телефон, смарт және жай ұялы телефон. Смарт деген сөзді ағылшынша аударсақ, ақылды, білімді болып келеді. Қалта телефонның зор маңызға ие болып үлгереді. Мысалы, 5-6 жыл бұрын адамдар оны маңызды жұмыстары бар адамдар ұстаса, қазір екінің бірінде кездеседі. Мысалы, біз телефоннан да шам жасай аламыз. Мысалы, бір баклажка су толтырып, ұялы телефонның фонаригін қосып астына қойсақ, бір бөлмені жарықтатып тұрады. Біз су астында түсірілген фильмдерді, фотоларды тамашалап отыратынымыз рас. Біз де өзіміз солай өзімізде түсіре аламыз. Ол үшін зип, бус, бекітпесі мен пакет скотч қана керек орны. Бұл затайдан ыңғайлы бағада сатып алып қолдануға да болады. Біз сіздің смартфоныңыз камера объективіне бір тамшы суды тамызудың өзі ұялының микроскоп пайдалану үшін жеткілікті. Мысалы, қазір селфиді сіз қолсыз-ақ түсіре аласыз. Ол үшін бізге құлақ қап керек. Оны телефонның пайдасы адам арасында байланысты кеңейтеді. Ата-аналарға әрқашан балаларының қайда жүргенін біледі және қауіпсіздік қамтамасыз етеді. Төтенше жағдайда полицияға немесе жедел жәрдемге жылдам хабарласуға болады. Керек кезде калькулятор, оятқыш сағаты және шамды камераны қолдану мүмкіндігі бар. Назарларыңызға рахмет.